Семей тұрғындарының сапасыз жылумен қамтуға қатысты көптеген шағымдарына байланысты қаланың бірқатар жылумен жабдықтау объектілерін тексеру бойынша көшпелі кеңес ұйымдастырылды. Бірінші жылу электр орталығы, Ғаббасова, 103, орталық 35-ші квартал қазандықтары және жылу желілері тексерілді. Оның ішінде осы Семей қаласындағы мұны орталық қазандықтан алатын тұрғындардың шағымына сәйкес кейінгі кезде шағымдар көп түсіп кетті. Өңір басшысы Даниял Кенжетаевтың өкіміменен жұмысшы тобы құрылған. Міне осы жұмысшы тобы қазір жұмыс атқарып жатыр. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер. Мына үкімет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп, осыған 35 миллиардтай қаражат жұмсалған болатын. Бұл сол жақ жағалаудағы РК-ге мен жаңағы Терсайдинға. Ағымдағы жылдың жылыту маусымын тұрақты режимде аяқтау үшін Ғаббасов қазандығында 2 жылу алмастырғыш орнатылуда. Бұл желілік судың температурасын 5-6 градусқа арттыруға мүмкіндік береді. 103-ші қазандығында жылу алмастырғыш ауыстырылып, қосымша қазандық іске қосылады. Сондай-ақ турбогенераторды іске қосу арқылы бірінші жылу электр орталығы қоректік сорғыны ауыстыру жүргізілуде. Техникалық шарттарға сәйкес абоненттер бойынша қуаттарды бөлуді теңгеру бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Бұл жағдайда жылу үшін абоненттік төлем көтерілмейді. Себебіне осы жұмысшы тобы осында келген себебін жаңа айттым. Өңір басшысы бұл жердегі жағдайды қазір біледі. Ендігі бір мәселе, біз осы бір жұманың ішінде жалпы осы болып жатқан ақауларды зерттеп, зерделеп, соның бойынша ұсыныс береміз. Қандай жаңағы жұмыстар жасау керек? Келесі жылға қысқа дайындыққа қандай жағдаймен келуіміз керек? Осы мәселенің жаңағы ұсынғаннан кейін Даниял Кенжетаевич өзі айтты, осы Семей қаласына келіп, бұл мәселе бойынша өзі бір кеңейтілген жаңағы жиын өткізетін болады. Сондай-ақ сол жағалаудан оң жағалауға жылу желілерін салу мәселесі талқыланды. Онда 250 гигакалорий сағат көлемінде қуаттың профициті болжанады және көрсетілген қазандықтардың аймағында бар тапшылықты жоюға бағытталады.